Мен ыза болып тұрмын. Мыналар бар ғой, иә. Мыналардың шеті жоқ, мынау. Құлдардың бар ғой. Басқа мемлекетке жұмыс істейтін адамдардың, соларды аңсап жүрген адамдардың, өйткені мына TikTokта алдында салған видеолар бар ғой, осы видео Аслан туралы не бар ғой, анау арандатушы. Сол туралы салып едім ғой. Соның рекке шығып, қаншама өпілдер бар, лайктар, репосттар, сохранениялар, бәрімен сол бар ғой, ұнамады ғой деймін біреулерге. Сол ұнамағаннан менің мынау видеомды здрасте нет тастапты, өшіріп тастапты. Білесіз бе немен не айтады? Ол видеода дейді, сіз есіртке, тағы ішімдіктерді соған сондай нәрселерді айтып тұрсыздар дейді, көрсетіп. Сонда жалобыны сөйтіп жазған ғой. Маған қалай енді айтайын, ол видеода арандатушы деген маған айып тағалмайды да. Сол үшін да сондай неше түрлі арамдыққа барып, сол менің видеомды өшірді. Сол мен айтарым, мынау информационный күрес болып жатыр. Мынау қазақтар ұйықтамаңыздар, ондай видеолар болса репост жасап, өпіл басып, кәдімгі сохранение жасап, өздеріңіздің парақшаларыңызға салсаңыз болады. Қазір менде қалса ол видеоны ар жағында салам, қандай блоктарға түскенде қазір мына жерлерде бәрін салып көрсетем сізге. Масқара мыналарың, ұйықтамайды екен.